Саламатсыздар ма менің сүйікті көрермендерім? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің әдісімен жасалынған пломбир тортының рецебімен сіздермен бөліскелі отырмын. Яғни алда уақытта мен сіздермен көптеген кремдердің, тортқа арналған кремдердің бірнеше түрлерімен бөлісетін боламын. Егер менің осы тортым сіздерге ұнап жатқан болса, комментария қалдырыңыздар. Және де өздеріңіз қандай тортты дайындап жатырсыздар, сол туралы комментария қалдырсаңыздар болады. Ең бірінші бұл жерде біз 7 жұмыртқаның жаратын боламыз. Қазіргі торттың бірінші қоржигін дайындап алуымыз керек біз. Сондықтан мен үлкен торт жасау үшін, менің өйткені формам 26 болғандықтан мен 7 жұмыртқа жардым. Енді осыған 200 грамм шекер салатын боламыз да, жақсылап араластыратын боламыз. Енді шекері шашылып кетпес үшін бірінші қолмен жақсылап осылай араластырып аламыз. Енді ары қарай миксермен жақсылап араластырып, пышный болғанға дейін көп араластыратын боламыз. Бұған уақыт көп кетеді. Кемінде 10 минуттай араластыруға тиістіміз. Егер де сіздің тортыңыздың қоржигі осындай пышный болғанын қаласаңыз, кемінде 10 минуттан төмен миксерден өткізбеуіңіз керек. Егер де сіздің миксеріңіз высокий болса, айналдыруы, онда сізге кемінде 7-8 минут болады. Ал жай болса, мощныйсы, ондай болса, кемінде 10 минуттай осындай миксерден өткізіп алуларыңыз керек сіздер. Сонда ғана барып, сіздің тортыңыздың қоржигі пышный болып шығады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осында кремдеріңіз созылмалы болғанда дайын болды деген сөз. Енді осыған салынатын ұнды саламыз. Ұнымыз кемінде мен 200 грамм ұнға разрыхлитель салдым, жақсылап тұрып. Бір қасық өздеріңіз көріп тұрғандай разрыхлитель салып араластырдым. Енді сіздің смесіңіз егерде пышный болса, оған салмаса да болады, бірақ мен өзім сақтану мақсатында разрыхлитель қостым. Енді осыны жақсылап өзіміздің жасалынған смесімізге араластыратын боламыз. Оны бірден сразу салып жібермейміз, жайлап отырып салып отырамыз. Сол кезде бізде пломбирдің кремі сияқты дәмді смес пайда болады. Сүйікті менің көрермендерім, алда уақытта мен сіздермен көптеген кремдердің рецептерімен бөлісетін боламыз. Соны жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар. Енді формамыздың ішіне фольга төсейміз, яғни духовканың қағазын төсеуіміз керек біз. Перманентный қағаз төсеп барып, оны майлап, және де үстіне жасалынған смесімізді құямыз. Дайын болған сместі қызып тұрған духовкаге кемінде 30-35 минутқа, 30 минутқа қойып аламыз. Біз енді қоржигіміздің кремін дайындайтын боламыз. Оған 1 жұмыртқа қосамыз, және де 200 грамм шекер саламыз. Және ванильный саламыз оған. Енді проценті жоғары қаймақ саламыз. Енді осылардың барлығына крахмал қосамыз. Менде картофельный крахмал қостым. Ұнның орнына крахмал қостым. Міне енді осылардың бәрін жақсылап араластырамыз. Жағына 100 граммдай сүт қосамыз.
Енді осыны жақсылап араластырып отырып, отқа апарып, оттың үстінде қыздырып аламыз біраз уақытқа дейін. Мен сковородканы пайдаландым. Қазір осы сковородкаға жасалынған кремімізді құйып, біраз астына қатып қалмайтындай етіп араластырамыз. Жиі араластыруымыз керекпіз, асты жабысып қалмайтындай етіп. Бірақ енді менің сковородкама жабыспайды, сонда да сақтанған дұрыс. Астын жиі араластырып отырамыз. Енді менің сковородамда күймейді, бірақ соның өзінде де сақтығы үшін мен араластырып тұрмын. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жайлап қоюланып бастайды. Өздеріңіз көріп отырғандай қоюланды. Әлі де ұстаймыз плиткаде. Тағы да қоюлана түсу керек. Мына енді дайын болды. Енді осыны ыдысқа құйып аламыз. Біздің бұл креміміз дайын. Енді бұған тағы да қосатын қоспаларымыз бар. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, комнатный температурада, яғни үйдің температурасымен бірдей сары майды біз біраз уақыт ағарғанға дейін миксермен өткізіп аламыз. Аппақ болу керек түсі. Ана өздеріңіз көріп отырғандай сәл ағара бастады. Бірақ әлі де ұстаймыз. Енді осыған жайлап өзіміздің кремімізді салып, бірден сразу салып жібермейміз, бірнеше рет қайталап отырып салып, сары майменен жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен. Енді мен аны табаққа сразу салсам болар еді, бірақ оған жан-жаққа шашылып кететін болғандықтан мен миксердің өзінің ыдысын пайдаландым. Енді сіздерде ыдыстарыңыз үлкен болса, соған өткізіп алсаңыздар болады. Міне енді кремдеріміздің бәрін салып, бірден сразу араластырып жатырмыз. Мен ыдысын ауыстырып алдым, яғни кең ыдысқа салдым. Енді дәл қарай тағы да миксерлен өткізіп, біраз ағарғанға дейін ұстаймыз. Крем неғұрлым ағарған сайын, соғұрлым әдемі тамаша болады. Мына енді коржигіміздің үшінші бетін жауып, үстіне мен әр коржиктің арасына кремдерін жағып шықтым, 3 қайтара жағып шықтым. Енді видео ұзақ болып кетпес үшін мен осылай жылдамдатуды дұрыс көрдім. Енді үшіншісін қойып, үшіншісінің арасына да тағы үстіне тағы да крем жағып жатырмын.
Енді тағы да екінші кремі бар. Оған біз деген кемінде 210-220 грамм шекерге біз қазір осы жерде өлшеп аламыз. Бұл жерде 320 грамм болу керек. 320 грамм суға біз қазір бір чайная ложка лимонный кислота саламыз. Және де үстіне 80 граммдай су құйдым мен деген. Міне сонымен общий толық массасы 400 грамм болды. Енді осыны ыдысқа қойып, біраз араластырып аламыз да сковородкаға қойып, шекерімізді қайнатып аламыз. Мына жерде уже шекеріміз әдемі түс беріп дайын болды. Мінекей дайын болды. Енді осыны стаканға құйып алдым мен де ыңғайлы болу үшін, бірақ өте ыстық. Енді осы жерде біз 4 жұмыртқаның ағын ыдысқа құятын боламыз. Сарысы қосылып кетпеу керек, өте абай болуымыз керек біз. Тек ағын ғана ыдысқа құйып, оны жақсылап тұрып, біз миксерден өткізуіміз керек біз. Маған енді осы жерде 4 жұмыртқа жетерліктей. Мұны енді осыны біз жақсылап миксермен өткіземіз. Біраз уақытқа дейін жүргізетін боламыз миксерде. Ол өте пышный болып көтеріліп, осы жерде енді біз сәл ғана бір чайная ложка, жарты чайная ложка салсаңыз да болады. Тұз салдым мен. Енді ары қарай жүргізіп отырамыз. Енді дайын болған шекерімізді жайлап қосып отырып, бірден сразу құйып жібермейміз, өйткені ол температурада тұрғандықтан. Шетінен қосып отырып, қасықтың көмегіменен қосып отырып, миксермен айналдыратын боламыз. Шекеріміз ыстық болғандықтан бізге жылдам бірден сразу қосып жіберуге болмайды. Жайлап қосып отырамыз. Неғұрлым шекеріңізді қосқан сайын сіздің креміңіз пышный болып көтеріле береді. Бәрін қостық, енді шекердің түбіндегін тоже қосып жібереміз. Міне енді осының бәрін араластырып, толық пышный болып көтерілгенге дейін, қопсып бір көтерілгенге дейін біз миксердің көмегіне жүгінетін боламыз. Ол өте қойып, және де біздің миксерімізден түспейтіндей кремге айналу керек. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл крем тамаша крем болды. Бұны ағып кетпейді, тамып кетпейді, тамаша крем болды. Енді осыны біз енді тортымызға бағанағы дайындаған пломбир кремімізді жағып жан-жағына тегістейміз бірінші.
нан кескичтин көмөгү менен жан жагын тегистеп алсак да болот. Сиздер эми башкача ыдыстарды пайдалансаңыздар да болот. Бетин жан жагын баарын домалак этип тегистейбиз. Енді екінші кремімізді жан жағына шекермен дайындалған, жұмыртқаның ағымен дайындаған кремімізді осылай жан жағына жағып формалар жасайтын боламыз. Мінекей формамыз дайын болды. Енді осыған өзіміздің, сіздер мысалы орех қойсаңыздар да болады. Мен енді бұл жерде кәдімгі фруктыларды қойып шығамын. Клубникаларды қойып шықтым жан жағына, сосын малинаны қойдым ортасына. Және де жан жағына кішкентай смородиналарды қойып шықтым. Ортасына ежевика қойып жібердім. Енді жан жағына 3-тен қойып отқаным, ол менің смородинаның қызыл түрі. Мына осыменен біздің тортымыз дайын, достар. Енді егер менің тортым сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып қалдырыңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менің каналымда колокольчикті басып, тіркеліп қойыңыздар. Менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін, достар. Міне осымен тортымыз біздің дайын. Енді алдағы уақытта мен көптеген торттың кремдерін бөлек жасап түсіретін боламын. Соны жіберіп алмас үшін, достар, сіздер менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.